Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез жасалатын етті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Рецептіні соңына дейін қарап, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен қаймағымызды осындай терең ыдысқа салып аламыз. Мен бірнеше қаймақтарды біріктірдім, сол себепті кішкене араластырып аламын. Және де оған жұмсақ сары майды қосамыз. Шамалы араластырып, оған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаларды қосып болған соң үстіне тұз салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Менде тұз салған видеом жазылмай қалыпты, ұмытып кетпеңіздер. Осылай біркелкі етіп араластырып болған соң ұнымызды електен өткізе отырып қосамыз. Ұнның жарты бөлігін қосып, шамалы лопатканың көмегімен араластырып аламын. Содан соң қалған бөлігін қоса отырып, қолмен иіліп шығамын. Яғни ұнды ары қарай өзімізге қажетінше қосып отыратын боламыз. Ұнды көп қосудың қажеті жоқ. Егер көп қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз сәл тығыз болып шығатын болады. Аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тыныққаннан кейін қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкен, екінші бөлігін сәл кішкентай етіп бөліп аламыз. Пергамент қағазының үстіне ұн сеуіп, алдымен үлкен бөлігін жайып аламыз. Бұл бізде пирогтың астыңғы бөлігі болады. Қалыңдығын шамамен 3-4 мм-дей етіп жайып шығамыз, және де дәл солай келесі күлшемізді де жайып аламыз. Бұл күлшеміз алдыңғы жайған қамырымызға қарағанда сәл кішірек болып шығады. Бұл күлшемен біз пирогтың бетін жабатын боламыз. Яғни үстіңгі бөлігі болады. Жайып болған соң астыңғы бөлігіне салмасын саламыз. Салмасына тартылған етпен асқабақты қолдандым. Қалауыңыз бойынша 40 қабат немесе тауық етін қолдансаңыздар болады. Салмасын қамырдың жиегінен 1,5-1 см қалдыра отырып жайғастырамыз. Сонымен қатар салмасы піспей қалады деп күмәндансаңыз, алдын ала пісіріп алып салсаңыз да болады. Салып болған соң бәлішіміздің үстіңгі бөлігімен бетін жауып шығамыз. Және де жиектерін видеодағыдай осылай біріктіріп шығамыз. Және де біріктіріп болған соң жиектеріне осылай узорларын қалыптастырамыз. Бұлай жасау міндетті емес, қаласаңыздар жасамасаңыз да болады, бірақ осылай жасау арқылы пирогымыз өте әдемі көрінетін болады. Жиектеріне узорларын қалыптастырып болған соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз, содан соң ортасын кішкене тесіп қоямыз. Сонда пісу барысында артық ауасы ортасындағы тесік арқылы шығып, пирогыңызда трещина пайда болмайды. Қалауыңызша бетіне кунжут немесе мак сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және де жасалу жолы да өте оңай. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар, барынша жауап беруге тырысамын. Алдағы жаңа рецептілерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Лаура.